Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ванильное суфле десертін жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Десерт осындай өте жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Ең бірінші жұмыртқаны алып, ағы мен сарысын екі ыдысқа бөліп, ажыратып аламыз. Одан соң сарысының үстіне аздап қант және де ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біз бұл жерде заварной крем жасауға дайындап жатырмыз. Одан кейін ванильный сахар қосамыз. Ванильный сахар немесе ванильный сироп қоссаңыздар да болады. Жылы сүттің ішіне сары майды салып, жақсылап араластырып, ерітіп, енді осы үстіне құйып, біздің жұмыртқамыздың сарысы пісіп қалмайтындай етіп, тез-тез араластырамыз. Осы дайын болған массамызды ыдысқа құйып, газға қоямыз және де жиі араластыра отырып, орташа қоюлықта крем дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жиі араластырып тұру керек, әйтпесе асты күйіп кетуі мүмкін. Біздің заварной крем дайын болды. Енді оны жартысын бір ыдысқа құйып қойып қоямыз. Суы керек. Оған дейін біз жаңа жұмыртқаның ағына аздап қант салып, жақсылап миксерлейміз. Және де қантты 2-3 бөліп салғандарыңыз дұрыс. Міне осындай әппақ әдемі масса болуы қажет. Енді сол дайын болған массамызды жаңағы заварной кремге салып, араластыратын боламыз. Одан кейін осындай арнайы керамикалық ыдыстарда 170 градуста 20-25 минут духовкада пісіріп алатын боламыз. Суфле піскеннен кейін ыстықтай қонақтарға ұсына беруге болады.